Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle TV. Бүгін сіздерге 13 жизней фильмін қысқаша айтып беретін боламын. 12 оқушы және олардың жаттықтырушылары 18 күн бойы су басқан жерасты үңгірінен шығуға тырысады. Фильм шынайы өмірде болған оқиғаға байланысты түсірілген. 20 маусым 2018 жылы Таиландта орын алған. Жергілікті жас футбол ойыншылары ойыннан кейін командадағы бір жігіттің туған күнін тойламақ болады. Жігіттер торт жемес бұрын қан жүгірту үшін үңгірге жол тартады, ал бір жігіт әкесіне көмектесу үшін қалап қояды. Енді қалған 12 бала алаңсыз күйде жаттықтырушылармен бірге велосипед арқылы үңгірге қарай жол тартады. Үңгірге жеткен балалар велосипедтерін қолдарына ұстап үңгірдің алдына әкеліп қояды. Балалар дұға етуді де ұмытпайды. Содан кейін ештеңе ойламастан көңілді күйде үңгірдің астына дейін түсіп кетеді. Далада алғаш рет найзағай ойнап жаңбыр жауа бастайды. Кешкісін қалада спортсмендерді туған күнге кетеді, бірақ та олардың ешқайсысынан хабар жоқ. Балалардың ата-аналары балалардың үңгірге кеткенін біліп, олардың артынан барады. Ата-аналар балалардың велосипедін көреді, бірақ та балаларын таба алмайды. Олар үңгірдің аузын су басқанын көріп басшылыққа хабарлайды. Қаланың губернаторы балаларды құтқару жұмысын өзінің жеке бақылауына алып, сол жерге аттанады. Құтқарушылар да дер кезінде келіп үлгереді. Олар сүңгуірлерді үңгірге жіберуді жоспарлайды. Шетелдік зерттеуші үңгірдің картасына келеді. Губернатор баспасөз конференциясын өткізіп жатырған кезде сүңгуірлер үңгірдегі балаларды іздей бастайды, бірақ та таңертең олар жарақаттанып, балаларды таба алмай қайтады. Іздеу жұмыстары қиындай бастайды. Жаңбырдың кесірінен көптеген жолдар жабылып қалған болатын. 24 маусым күні ерікті жастарды іздеу жұмыстарына қосылады. Олар насос арқылы сударды жинай бастайды. Оқиға орнына министр де келеді. Губернатор оған барлық жағдайды түсіндіреді. Министрдің іздеу жұмыстарының жай болып жатырғанына көңілі толмайды, бірақ та табиғатқа адамдар қарсы тұра алмайды. Бұл уақытта инженер-гидротест жергілікті тұрғыннан таудағы тесік туралы сұрайды. Сол арқылы үңгірге су кіріп жатырған еді. Кейін екеуі тау бөктеріне қарай жол тартады. 28 маусым болады. Оқиғаға байланысты таиландықтар Англия королінен көмек сұрайды. Англиялықтар бұл жерге келгенде көптеген елдерден жиналған ерікті жастарды көреді. Стентонмен бірге әріптесі Джон Балантон да бірге келеді. Жігіттер киімдерін ауыстырып үңгірге кіреді. Олардың жергілікті құтқарушыларға көңілі толмайды, ал олар болса шетелдіктерді үңгірге кіргісі келмейді. Кейін ұзақ келіспеушіліктен кейін келісімдерін береді. Стентон мен Джон үңгірдің тереңіне жүзеді. Су одан сайын артып жиналуда. Кейін оларға маска киіп, тығыз жолдармен жүруге тура келеді. 4 сағаттан соң олар үңгірдің шыға берісіне келеді. Бұл жерде су тасып, қысым ұлғайғандықтан кейін адамдардың өміріне қатты қауіп төнуде. Стентон насосты жөндеп жатырған волонтерді құтқарады. Судан қорқып дүрбелең салған механик басын соғып алады, бірақ та оны сүңгуірлер құтқарып алады. Барлығы аман-есен шығады. Оларды губернатор күтіп алады. Шетелдіктерге келісімсіз үңгірге баруға тыйым салады. 29 маусым құтқарушылардың қатарына зейнеткер құтқарушы мен американдық Накенари әскери базасы қосылады. Олар жиналыста балалардың қайда болуы мүмкін екен және оларға қалай жетуге болатынын талқылайды. Англиялықтар көмек беретіндерін айтады. Олардың жергілікті құтқарушыларға қарағанда 30 жыл үңгірдегі көпірлерді зерттегендерін айтады. Шешімді губернатор қабылдайтын болғасын, ол жаңбырдың басылғанын күтетінін айтады. Гидротехник су қорын азайту үшін үңгірдің алдына құбырларды орната бастайды. Ондағы суларды енді қайда жіберетінін білмегесін губернатор егіншілермен кездеседі. Ол егін алқабына суды жіберуге келісім беруін сұрайды. Егіншілер балалар үшін келісім береді. Солай егіндікке суларды әкеліп құя бастайды. 1 шілде англиялық жігіт телевизор қарап отырып балаларды ойлап отырады. Жаңбыр тоқтаған соң үңгірге монахтар келіп дұға етеді. Насос арқылы суларды алынуда, бірақ та әрі қарай жылу үшін 1 күн керек. Губернатор англиялықтарды үңгірге қайта жібереді, бірақ бұған 2 шілде күні ғана келіседі. Стентон мен Джон суда 4 сағат бойы жоғалғандарды іздейді. Ешқандай нәтиже таба алмағандықтан кейін олар кеткелі жатады, бірақ та олардың көзіне балалар көрінеді. Жігіттер қуанып, оларды видеоға түсіріп алады. Олар балаларға көмек беру үшін қайта келетіндерін айтады және де күтулерін сұрайды. Жігіттер лагерге қайтады және олар балалардың үңгірдің 9 бөлімінде отырғанын анықтайды. Және оларға қайту үшін 6 сағат кеткенін біледі. Олар таиландықтарға видеоны береді. Губернатор видеоны көрсетеді. Ата-аналар мен волонтерлар бұны естіп қуанады. Стентон мен Джонды барлығы қошемет тұрып қарсы алады. Кешкісін ата-аналар видеоны көреді. Журналистер сұхбат алуға келеді. Кешкі жиында балалардың қалай алып шығу керек екенін талқылайды. Англиялық жігіттер тактиканы өзгерту керек. Олай болмаса балалар сол жерде өледі деп айтады. Балаларды ұзақтығы 2 метрден астам су асты арқылы қалай өткізуге болады? Суды сорып тазалау мүмкін емес. Жаңбырлы маусым басталды.
Бұл үңгір суға толады деген сөз. 3 шілде англиялықтар балаларға баратын жол туралы айтады. Таиландтық сүңгуірлер 7 сағат дегенде балаларға тамақ пен керекті заттарды әкеледі. Дәрігерлер балаларды қарап шығады. Сүңгуірлер кислородтың барлығын тексереді. Бұл жерде ұзаққа шыдауы мүмкін емес екенін біледі. Сол себепті бір сүңгуір ғана қайтады, қалғандары балалармен қалады. 4 шілде губернатор ата-аналарға және волонтерларға балаларды құтқару туралы жоспар жүзеге асып жатырғанын хабарлайды. Бірақ та бұған ата-аналардың көңілі толмайды. Бір ана жоспарды тез орындауын талап етеді. Бұны англиялықтар көреді. Джон басқа жоспар құру керек екенін айтады. Стентон болса өзінің керемет жоспарын айтады. Дәрігер Гайриске хабарласамын дейді. 6 шілде сүңгуірлер балаларға арнап бір аптаға жететін тамақты апарады. Стентон басқа сүңгуірлерге жаңадан келген жас сүңгуір Криске қарап қоюларын тапсырады. Олар балаларға ата-аналарының берген хаттарын және де жауап беру үшін жеке парақ береді. Лагерге дәрігер Грейс келеді. Жігіттер дәрігерге үңгірді көрсетіп қандай көмек керегін айтады. Грейс анестезиолог екен. Грейс жігіттердің жоспарына бірден қарсы болады. Бұл заңсыз және жүзеге аспауы мүмкін дейді. 7 шілде балалар отырған жерде ауа қоры азаюда. Таиландтар балаларға арнап гидрокостюмдерді жібереді. Сүңгуір жігіт балаларға жетуге 900 метр қалғанда киімі жіпке ілініп қалады. Киімді шешпек болып кері қайтпақ болғанда суға ауа босап кетеді. Жігіт үлгере алмай сол жерден көз жұмады. Губернатор бұл жағдайдан соң таиландтық сүңгуірлерге үңгірдің 3 бөлімінен ары қарай аспауға тапсырады. Бұл жағдайлардан соң дәрігер Грейс балаларды үркітіп алмау үшін наркоз арқылы өткізуді ойлайды. Бірақ та бұл идея өте қауіпті екенін айтады. Стентон балаларды шығармасақ, олар бәрібір сол жерде өледі дейді. Бірақ та осы әдіс арқылы біз ең болмаса тырысамыз дейді. Шетелдік жігіттер бұл ойларын губернаторға айтады. Өлім болуы мүмкін екенін де ескертеді. Бұл идея мүлде ойға сыймаса да министр өзінің рұқсатын береді. Құтқарушыларға жоспар туралы ата-аналарға және басқа адамдарға айтуға рұқсат бермейді. 8 шілде лагерден артық адамдарды шу болмауы үшін шығарады. Бір ата-ана құтқарушы топқа сәттілік алғасын тағады. Дәрігер сүңгуірлерге анестетиканы қалай салуды көрсетеді. Солай жаңадан құрылған команда балаларды құтқаруға аттанады. Үңгірдің 5 бөлімінде таиландтық құтқарушылар балаларға арналған артық ауа баллондарын қойып қояды. Бұл жерде 2 сүңгуір басқаларды күту үшін қалып қояды. Ары қарай екінші болып Стентон жолда қалады. Бұл жоспардың іске асады ма, соны бақылауы керек еді. Ары қарай Джон мен дәрігер Гаррис балаларға келеді. Олар келе сала балаларға ата-аналардың жолдамасын береді. Маска барлық балаларға бармады. Бірінші балаға гидрокостюм кигізіп, әңгіме айту арқылы баланы алаңдатып укол салады. Солай сүңгуірлер ең қиын жұмысты бастап кетеді. Олар баланы суасты арқылы ессіз күйде Стентонға жеткізеді. Стентон операцияның ойдағыдай болып жатқанын хабарлайды. Бұл уақытта екінші балаға да гидрокостюм кигізіп, белгі берместен уколды салып жібереді. Джон ешнәрсеге қарамай жоспарды жалғастыруды тапсырады. Стентон судан шыққанда Джон тасымалдауға дайын еді. Бұл уақытта бірінші бала судан есін жиып алады. Сүңгуірлер оған укол салмақ болғанда уколдың барлығы түсіп кетеді. Бірақ та бір уколды ұстап балаға салып үлгереді. Бала қайтадан есін жоғалтады. Бұл уақытта 3 баланы тасымалдауға дайындайды. 5 бөлімде орта жолда олар балаларға укол салады. Джон баланың демалмай жатқанын байқайды. Құтқарушылар баланың маскасын шешеді. Балада бәрі жақсы болып көрінеді. Джон оған қайтадан демалуға мүмкіндік береді. Қалпына келтіргеннен кейін баланы әрі қарай тасымалдайды. 5 сағаттан соң 3 бөлімде бірінші баланы кездестіреді. 2 сағаттан соң лагерге жеткізеді. Волонтерлар мен ата-аналар оларды қошемет ұрып қарсы алады. Баланы ешкімге көрсетпеуге тырысып ауруханаға апарады. Джон екінші баланы да әкеледі. Солай бүгіндікке 4 бала аман-есен құтқарылады. 9 шілде тағы да жаңбыр болатынын хабарлады. Команда тағы да 5 баланы құтқаруға бармақ. Жаңбырлы маусым болғандықтан кейін құрылысшылар бамбук арқылы трубалар жасайды. Үңгірге келген суды осылар арқылы өткізбек. Сүңгуірлер балалардың ең кішкентайына маска жасайды. Осы уақытта жаңбыр жауады. Балалар отырған жерде тесік пайда болып, сол арқылы жоғарыдан суаға бастайды. 10 шілде жаңбырдан соң үңгірде су көтерілген соң сүңгуірлер соңғы рет құтқаруға шығады. Үңгір арқылы кіру мүлде қиын болады. Стентон тірі қалуға сенімді болмаса бармайтынын айтты. Бірақ та ішке кіргеннен соң жалғастыруды шешеді. Сүңгуірлер ең кішкентай масканың баланың бетіне келмейтінін көріп ременмен барынша бекітеді. Содан кейін балаларды алып шыға бастайды.
Балалардан соң бапкер шығады. Содан соң тайландтық балалармен бірге отырған сүңгуір де шығады. Жас сүңгуір Крис баланы құтқару кезінде ағаспен адасып кетеді. Оларды Рик есімді сүңгуір тауып алады. Олар үңгірдің 4-ші бөлімінде жүр екен. Жігіттер енді келе жатырған дәрігер Гарристі күтуді шешеді. Гаррис балаға укол салады. Рик Криске көмектеседі. Сүңгуірлер Кристің тәжірибесі жетеді ме екен деп ойлайды. Ал олар судан шыққанда Крис баланың жағдайын сұрайды. Солай барлық балалар құтқарылады. Тек соңғы болып тайландтық сүңгуірлер келуі керек болатын. Насос жарылғаннан кейін олар уайымдайды. Бірақ та тайландтық құтқарушылар да аман келеді. Барлығы қуанады. Және де оларды қошемет ұрып қарсы алады. Барлығы күліп отырып демалады. Крис болса жылап қалады. Ол өзі тірі қалу үшін баланы тастау керек болады деп ойлағанын есіне түсіреді. Губернатор журналистерге сұхбат береді және де бәрінің жақсы өткенін хабарлайды. Ата-аналар рахметтерін айтады. Стэнтон да оған алғысын білдіреді, бірақ та Гарристің көңілі жоқ еді. Себебі оның әкесі осында болғанда көз жұмған еді. Бұл фильм құтқару кезінде қаза болған жандардың құрметіне арналып түсірілген. Осы оқиғадан соң үңгірдегі суды толығымен тазартады. Құтқару жұмыстарына 17 ел және де 5000-нан астам адам атсалысқан. Фильм осылай аяқталады. Фильм ұнаса арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге арнап қызықты видеолар шығаратын боламыз. Ендеше келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.